Төлеуова Нұрзия Нұрмұқанқызы Маңғыстау өңірі Ақтау қаласындағы педагогикалық гуманитарлық колледжінің түлегімін. Өзімнің білімді одан әрі жалғастыру мақсатында елімізге танымал университеттердің бірі Ақтау қаласындағы Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік университетінің бастауыш мұғалім мамандығын тәмамдадым. Қазіргі уақытта Мекерия атындағы жалпы білім беретін коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 2-ші А сынып жетекшісімін. Менің шығармашылық тақырыбым мәңгілік ел идеясын оқушы бойына сіңіре отырып, көшбасшы тұлға етіп тәрбиелеу. Қазіргі заман көшбасшы оқушы тәрбиелеуді қажет етеді. Осы жылдар ішінде көптеген шәкіртке алғаш әріп үйретіп, білім нәрімен сусындаттым. Қазіргі уақытта сол шәкірттерім әр салада қызмет атқарады. Бірі дәрігер, бірі мұғалім, бірі инженер, бірі есепші, мұнайшы, теміржол саласында жұмыс істейді. Бастауыш сыныптар арасында болатын бастау олимпиадасына да оқушыларым қатысып, 1-ші орын, бас жүлде алып, облыстарда жүлделі орындар алып жүрді. Республикалық сайыстарға да көптеген оқушыларым қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Жетекшілік еткен жылдарда тәрбиенің 8 бағыты бойынша жұмыс жүргізіп келемін. Менің мақсатым мәңгілік елдің құндылықтарын дәріптеп, тәрбиенің басым бағыттарын басшылыққа ала отырып, жеке тұлға тәрбиелеу және жан-жақты дамыту. Міндетім мектеп, бала, ата-ана арасында берік байланыс орнатып, балаға қолайлы орта қалыптастыру, сапалы білім мен ұлттық тәрбие алуына мүмкіндік туғызу. Ұстанымым әр бала жарық жұлдыз, жарқырауына жәрдем ету. Әр бала өзінше бір жұмбақ әлем. Сол әлемнің қыр-сырын танып, баланың кең қанат жаюына жол ашу. Әрбір жетекші ұстаздың міндеті. Мәңгілік ел ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Мәңгілік елдің көшбасшы ұрпағын тәрбиелеу үшін сынып жетекшісі де жаңалыққа жаны құмар, рухани кемелденген, ұлттық құндылыққа бай, тіліне, дініне, тарихына, әдебиеті мен мәдениетіне, салт дәстүріне берік, тағылымы кең, жаңашыл ұстаз болу керек. Осыған сәйкес менде көптеген жетістіктерге қол жеткіздім.